Сәлем оқушым, бүгін сен мен біз Гаусс әдісімен теңдеулер жүйесін шығаратын боламыз. Гаусс әдісімен теңдеулер жүйесін шығару үшін сіздерге коэффициенттері керек болады. Яғни мына x, y, z-дің сіздерге мына жердегі коэффициенттері керек. Соны біз жазамыз. Сонда бізде бірінші теңдеудің коэффициенті 1, 1, 1 және кеңейтілген матрица жасап, олардың жауабын жазамыз 6 деп. Екіншісінің коэффициенттері 2, 3, 1 және 13. Үшіншісінікі 1, 2, 3 және 13. Енді осы жерден назар аударайық. Давайте бірінші жолды ойша 2-ге көбейтіп, екінші жолдан азайтайық. Бірінші жолды ойша 2-ге көбейтіп, екінші жолдан азайтамыз. Сонда бізде қандай шығады? Так, сонда мына жерім 2 болады, 2-ден 2-ні азайтам 0. Так, бірінші жолым 2-ге көбейттім 2, 2-ден 3-ді азайттым минус 1. Бірінші жолымды 2-ге көбейттім 2, 2-ден 1-ді азайттым 1. 6-ны 2-ге көбейттім 2, 13-ді азайттым минус 1. Бірінші жолды жазып қояйық. 1, 1, 1, 6. Енді ойша бірінші жолдан үшінші жолды азайтайық. Бірінші жолдан үшінші жолды азайтып жазайық. Яғни 1-ден 1-ді азайтам 0, 1-ден 2-ні азайтам минус 1, 1-ден 3-ді азайтам минус 2. 6-дан 13-ді азайтам минус 7. Енді осы жерден екінші жолдан үшінші жолды азайтайын. Так, бірінші жол тұра берсін 1, 1, 1-ден 6, 0, минус 1, 1, минус 1. 0-ден 0-ді азайтам 0, минус 1-ден минус 1-ді азайтам 0, 1-ден минус 2-ні азайтам 3, минус 1-ден минус 7-ні азайтам 6. Енді қараңыздар, бұл жерде осы есепті шығарудағы мағына да сол еді. Біз мына матрицаны үш бұрышты матрицаға келтіру керек едік. Үш бұрышты матрица дегеніміз мына диагональдің астындағы сандар 0 болу керек. Ең басты мақсат Гаусс әдісімен шығарғанда мына диагональдің астындағы сандарды 0 ету керексіздер. Яғни сіздерде 2 айнымалы 0 болып, бір ғана айнымалы қалу керек. Соған келтіру керекпіз. Енді келесі, бұл бізде x-тің бағаны, y-тің, z-тің бағаны, мынау жауабы, я. Сонда бізде x-іміз 0, y-іміз 0, z-тің коэффициенті 3. 3z тең жауабы 6-ға. Сонда z-іміз 2-ге тең. Тура солай, келесі екінші жолда алам. Минус y плюс z тең минус 1-ге. Минус y, z 2-ге тең минус 1-ге. Минус y тең минус 3-ге, y тең болады 3-ге. Y-ті таптық, Z-ті таптық, енді X-ті бірінші жол арқылы табайық. Мына жерде так, X-ке қосылған Y, қосылған Z тең 6-ға, X, Y 3-ге, Z 2-ге тең 6-ға, сонда X-теріңіз 1-ге тең, мінекей. Гаусс әдісімен осылай шығады. X, Y, Z-тің жауабы 1, X тең 1-ге, Y тең 3-ге, Z тең 2-ге деген жауап болады екен. Яғни Гаусс әдісімен теңдеулер жүйесін осылай шығарамыз. Бұл сіздерде көбінесе сессияда немесе аралық бақылауда келуі мүмкін. Видео түсінікті болған болса, каналға жазылып, лайк басып қойыңыздар.